Жер бетіндегі адам саны өсіп, жаңа жерлерді игеруі ерте ме кеш пе түбінде жануарлар мен тіршілік ету аймағында жанасады. Адам ойлап шығарған технологиялар жануарларға зиянын тигізіп жатыр. Әлемдік энергетика жануарлар әлемінен қиылысатын кездерде болып тұрады. Көбінесе бұл қиылысу электр желілерінде болады. Өкінішке орай жануарлар иіссіз, жарық шығармайтын, көп шум жасамайтын, тіпті қозғалмайтын электр сымының ол үшін өте қауіпті, өлімге дейін әкелетінін ешқашан түсінбейді. Мында электр тоғы тоқылдақты жарып жіберді. Отыз 35 киловольттық шиналардың арасында серуендеп жүрген мысықты тоқ ұрды. Зачем? Вот наш. Он подал от швеллера наверх. Ну всего значит. На нахуй! Мына стоп кадрдан көріп отырғандарыңыз мысықтың құйрығы жанып кетті. Өзі аман қалды деседі. Индияда түсірілген бұл видеода леопард столбыға шығып тоққа соғылып өлген. Ал мына ит бұдан кейін енді ешқашан тоқпен қоршалған сымдарға дәрет сындырмайтын болған шығар. Түнде қатты жел соғып, электр сымы жерге құлаған. Өтіп бара жатқан түлкіні тоқ ұрып, аяғын жандырып жерген. Дайын азық таптым деп қуанып келген аюды да тоқ соғып өлтірген. Тиінді тоқ ұрғанда сымға аяғымен жабысқан күйі қалған. Екі қарға әртүрлі фазаға қонып, бір-біріне жақындаса осындай болады. Попали под напряжение. Кровь на полу. Видимо, сели на два провода и решили есть соединили с пилами. Тоқтан ажыратылып, шокта отырған мына маймылға оператор прикол ұстап тұрған сияқты. Характерный треск, электрическое потрескивание. Этот треск – прохождение 1000 вольт через маленькое тело. Этого достаточно, чтобы убить взрослого человека. Маленькая обезьяна начинает загораться,
и соскальзывает вниз. Я подошел к столбу и поднял ее. Положил на дорогу. Я думал, что она, конечно же, умерла. Но она вдруг задышала. Можете себе представить? Мы забрали ее в дом, положили на стол, и там она стала дрожать. Она дрожала и дергалась. Хотелось наблюдать за ней, увидеть, как она будет реагировать, как будет поправляться. Мы надели на нее пояс с веревкой, потому что иначе она бы убежала. Ей было страшно. Ей было очень страшно из-за нас, из-за шока. Не знаю, когда именно она ушла, это произошло как-то ночью. Она поела, а потом просто взяла и исчезла. Не думаю, что у нее были какие-то внутренние травмы. Ведь то, что обезьяна встала и убежала, хороший признак. Наверное, я почувствовал себя благодетелем, не знаю. Мне все равно было приятно. Маймыл демекші, жер бетінің әрбір мемлекетінде ақылы тасып жүрген осындай маймыл тектестер де бар. Лайк басқаннан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилля деп көтеріп лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып